Қайырлы күн, қадірменді оқушылар, Қабақ каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен биология пәнін осы бірінші ақылы екінші нұсқасын АПП тест центр арқылы барлықтарыңыз білесіздер, 612-ге тапсырғансыздар, 612 теңгеге. Соны біз бүгін тегін қарастырамыз. Төменгі описаниеде осы тестті Google формада тапсыруларыңызға болады. Ол үшін мына көрсетілген экранда көрсетілген QR-ды сканерлеп немесе описаниеде орналасқан ссылкаға басып, сіздер тегін нұсқаны және ақылы нұсқаны тегін тапсыра аласыздар. Егер де тапсырған болсаңыздар, сұрақтарды бірге талқылайық. Бірінші сұрағымыз ағзаның қоректік заттарды сіңіру үдерісі. Бұны қатты түсіндіріп керек жоқ. Жалпы оқушылар өздеріңіз біледі деген ойдамын. Яғни ағзаның қоректік заттарды сіңіру үдерісі әрине бұл ас қорыту. Келесі сұраққа кеттік, қалғандарын қарастырмай қойып, бұл өте оңай. Келесі сұрағымыз фотосинтездің қараңғы кезеңінің соңғы өнімі. Жалпы оқушылар фотосинтездің екі кезеңінің бар екенін білесіздер, жарық және қараңғы. Бұлардың соңғы өнімдері төменде көрсетілген. Егер де мәтінге назар аударсаңыздар, жалпылама фотосинтез қараңғы кезеңінің соңғы циклында бұл бізде көміршіл газы болады, органикалық заттар, мына жерде жазылған толыққанда. Яғни бізде көбінесе не бөлінеді фотосинтез қараңғы фазасында? Әрине көмірсу, немесе глюкоза дейді. Ал бізде фотосинтез жарық кезеңінде бұл АТФ синтез, АДФ, H плюс бос өтекші. Ақпаратты сіздер 11 сынып, жалпы 11 сыныптың биология бірінші бөлімі 47 және 55 беттерден осы ақпаратты қарай аласыздар. Ары қарай кеттік. Келесі сұрағымыз ағзаны жұқпалардан қорғайды. Әрине, бізде қан жасушаларының ішінде осы ағзаның жұқпаларын ағзалардан қорғайтын әрине бізде лейкоциттер. Егер толыққанды мағлұмат оқып шықсаңыздар, бұл амеба сияқты қоршайтын фагоцитоз үдерісі болады, сол арқылы бізде қойды. Ал форма элементі эритроцит, тромбоцит, лейкоциттен тұратынын түсіндіріп жүрген қосымша. Барлық ақпараттар 8-ші сыныптың биологиясында 76-79 бетте осы барлық ақпарат жазылған. Келесі сұраққа кеттік. Келесі сұрағымыз топырақта еріген тұздар мен суды сіңіруге жауапты тамыр аймағы. Жалпы бізде тамыр аймағы төмендегідей құрылыста берілген. Ең бірінші тамыр аймақшасы, бөліну аймағы, өсу аймағы, сору аймағы, өткізу аймағы. Осының ішінде бізде сору аймағын қараңыздар. Сору аймағында арнайы түкшелер болады міне. Бұл түкшелер арқылы не істейді? Жәнегі топырақта еріген тұздар мен суды сіңіре алады. Біз ары қарай кеттік. Ақпараты 7-ші сынып биологиясы 86-ші беттен қарай аласыздар. Келесі кеттік. Келесі сұрақ бізде глюкозаның анаэробты ыдырау сутек акцептор ретінде қолданылады. Бізде бұл ақпарат 10-ші сынып биологиясының бірінші бөлімі 169-ші бетте берілген. Яғни дұрыс жауап бізде акцептор ретінде беріледі. Бұл бізде қараңыздар. Міне жазылып тұр толыққан осы жерде. Яғни осы процесс кезінде глюкозаның сутек синтезінің тотығуы жүреді. Сутек акцептор ретінде НАД, яғни никотин, нинамидана, нуклеотид деп аталады. Яғни бұл бізде сутек акцепторы болады. Келесі сұраққа кеттік. Келесі сұрақ бізде Келликер митохондрияның ең алғаш атады. Жалпы бізде митохондрияның жалпы 4 рет атаған білесіздер. Ол ішінде митохондрия, саркосома, биопласт деп. Осының ішінде сіздер ақпаратты қарайтын болсаңыздар, жалпылама ақпарат бізде 10-ші сыныптың жалпы білім беретін бірінші тарауының 182-ші бетінде берілген ақпарат. Ол былай деп маған. Келликер бізде саркосома деп аталады, яғни дұрыс жауап саркосома. Ал бізде Альтман биопласт деп. Значит, жерде Альтман. Бізде митохондрия деп атау берген, әрине бізде Келликер дұрыс, митохондрия. Митохондрияны бензин берген. Егер де толыққанды қысқартсайын, сіздер өздеріңіз ақпарат жәнегі толыққанды 182-ші бетте 10-ші сыныптың бірінші бөлімінен ала аласыздар. Ары қарай кеттік. Бізде 7-ші сұрақ, су алмасуын шөлдету орталығы орналасқан. Бұл жалпы бізде орталықтар бізде көріпсіздер, афферентті, эфферентті орталық буын бөліктер болады. Осының ішінде бізде орталық буын, яғни шөлдету орталығы, дұрыс жауап бізде орталық. Афферент, эфференттің толыққанды оқи аласыздар. Бұл бізде 10-ші сыныптың
бірінші бөлімі 201 бетте орналасқан ақпарат. Келесі сұраққа кеттік. Келесі сұрақ бізде ағзада зәрдің көп шығарылуы. Бұл әрине сіздерде толыққанды берілген. Яғни бұл бізде зәрдің көп шығару полиурия деп аталады. Гастрит, полидипсия деген, яғни шөлдей беру. Яғни адам шөлдей береді, суды көп тұтыну. Полидипсия деген. Ал дұрыс жауап және полиурия. Бұл бізде ақпарат 10-шы сыныптың бірінші бөлімдегі 201 бет па, шатаспасам? Аха, 201 бет. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ бізде келесі сұрақ қаңқа бұлшықет пен жүрек бұлшықетінің оттекпен байланыстыратын нәру. Жалпы бізде маңызды нәруыздардың екі түрі бар. Осы миоглобин, гемоглобин. Осының ішінде екеуі, яғни миоглобин осы жазып тұрмын, көріп толыққанды. Қаңқа бұлшықет пен жүрек бұлшықетінің оттекпен байланыстыратын нәру. Яғни дұрыс жауап миоглобин. Ал гемоглобин болса, яғни барлық деп тыныс алу мүшелері организм ұлпалар оттек тасымалдайды. Яғни осы арқылы бізде ерітіндінің гемоглобин құрамы бар. Ақпаратты 10-шы сынып бірінші тарауы 141-143 беттерден қарай аласыздар. Келесіне кеттік. Келесі сұрақ, плацента бөлетін гормон. Жалпы плацента бізде ұрық жолдасы деп аталады. Бұл осы ананың, егер дұрыстап қарайтын болсаңыздар, бізде 12-ші 3 айында пайда болады плацента. Плацента яғни ана мен шараның арасында байланысты қамтамасыз етеді. Оның бөлетін арнайы гормоны бізде қайда жазылған? Мына жерде жазылған. Плацента прогестерон гормоны деп аталады. Яғни дұрыс жауап прогестерон. Бұл белгілі бір уақытта түзілетін, ананың жүктілік кезінде ақпаратты 9-шы сынып биологиясының 218-219 беттерден ақпаратты алуларыңызға болады. Келесі сұраққа кеттік. Келесі сұрақ, микроорганизм өкілі. Бұған қатты тоқталмай қояйын. Әрине микроорганизмдер бізде бактерия, вирус, тағы кішігірім қарапайымдар ғой. Цианобактерия деген сияқты, мына осы бактерия. Келесі сұрақ. Хромосома бөлігі, яғни ген деп аталады. Бұл хромосома бөлігі әрине оңай, ген. Міне ген, толыққан ген туралы кішігірім жерде ақпараттар берілген. Өздеріңіз бейнебаянды тоқтатып көрулеріңізге болады. Ақпарат 7-ші сынып биологиясы 200 бетте орналасқан. Егер тақлап оқимысыңыздар. Айтпақшы бір ескертуім бар. Осы барлық оқулықтар төмендегі описаниеда Google формада өздеріңіз Google форматта скачать етіп, жүктеуге алуларыңызға болады, тегін және онлайн көрулеріңізге болады. Келесі сұрақ, аса жақсы бейімделген түрлердің тірі қалу. Яғни бізде табиғи бұл сұрыпталу, Чарльз Дарвин айтқан, бұл жалпы табиғи сұрыпталу туралы. Яғни толыққанды жерде ақпарат берілген, табиғи сұрыптар, қолдан сұрыптау деген адамның іс-әрекеті, мақсатсыз мақсат деп алады, немесе әдістемелік жерде жазылған толыққанды. Бұл ақпарат 8-ші сынып биология 206-207 бет, немесе 10-ші сыныптың 132-ші бетінен қарауларыңызға болады. Келесі сұраққа кеттік. Жасуша энергиямен қамтамасыз етіп АТФ молекуласын синтездейді. Бұл өте оңай сұрақ деп ойлаймын. Бұл жалпы митохондриа дұрыс жауап. Егер де толыққанды митохондриа туралы ақпараттар білгіңіз келсе, 10-ші сынып биологиясының бірінші бөлімі 100 және 102-ші беттерді қарауларыңызға болады. Дұрыс жауап митохондриа. Келесі сұраққа кеттік. Келесі сұрақта бізде тіршілік және түрдің эволюциялық бірлігі. Бұл дұрыс жауап популяция. Көбіңіз қателеспеді деп ойлаймын. Өйткені мына жерде жазылған эволюция популяция. Біздің гендегі дрейф деген бұл егер бір санның азаюына байланысты ауытқулар болады. Модификация организм белгілі сыртқа ортақ жағдайға байланысты өзгеру. Ақпараттар 10-ші сынып биологиясының 2-ші бөлімі 94-ші бетте осы популяция гендер дрейф туралы толыққанды ақпарат берілген. Біз араға кеттік. Келесі сұрақ, доминантты, толық емес доминантты, рецессивті мутация типі. Мутацияның жалпы бізде 4 түрі бар. Мені қарасаңыздар, міндір геномдық, гендік, хромосома және цитоплазмалық. Осының ішінде бізде гендік мутация, доминантты, жартылай доминантты деген гендік, яғни доминант А, Б, С деген бар, өздеріңіз білесіздер, соған бас. Ал геномдық деген хромосоманы гаплоид, диплоидіне байланысты. Ақпаратта 10-ші сыныптың 2-ші бөлімі 67-ші бетте осыға берілген. Өздеріңіз қарайсыздар жасап. Келесі сұраққа кеттік. Жүректің жиі соғуы, бұл әрине ауру болып табылады. Жүректің жиі соғуына бізде тахикардия деген жүректің жиі соғуы. Дұрыс жауап тахикардия. Мына жерде толыққанды қарасаңыздар болады. Бұл ақпараттар 8-ші сыныптың 106-шы бетінде орналасқан. Егер нақтылап қараймысыздар. Келесі сұраққа кеттік. Келесі сұрақ бізде сүйек кемігінде жетіледі. Жалпы бізде лимфоциттердің екі түрі бар, Т және Б.
осыны сүйек кемігінде жетілетіні әрине мөлтір. Сүйек кемігінде жетілетін бізде Б лимфоциттер, ал Т лимфоциттер және бізде олар айрықша бізде темірсі жетіледі. Егер осы толыққан қарасаңыздар. Бұл ақпараттар бізде 8-ші биологиясының 83-ші бетте орналасқан. Келесіне кетті. Өсімдіктің жарық кезеңіне қарай бағытталып өсуі. Жалпы бізде фототерапизм деп аталады. Бұл өте оңай. Фото деген жарыққа қарай бұрылу. Фототерапизм. Мутация, нация, таксистер ол толыққан ақпарат бар. Өздеріңіз бейнебаян тоқтатып қарауыңызға болады. Ақпараттар 7-ші сыныптың 149-ші бетінде орналасқан. Төмендегі сілтемеден ашып, өздеріңіз қарауларыңызға болады. Келесі жаққа кеттік. Суретте көрсетілген вегеттік көбейтесу. Жалпы вегеттік көбейтесу деген жалпы білесіздер. Дұрыс жауап көрсетіліп тұр. Яғни қалымшаққа теру, бұл жерде көш жері арқылы теру. Сонда көш жері арқылы теру дұрыс жауапқа келеді. Мына жерде көп сұрау. Дәл осы бірдей сурет екеуде. Теудің түрлері көп. Бұл туралы біздер ақпараттар 7-ші сыныптың 215-ші бетінде көрсетілген. Біз ары қарай кеттік. Сиырдың 4 бөлімнен тұратын асқорыту мүшесі жалпы бізде асқазан. Бұл аса қатты қиын емес деп ойлаймын. Міне асқазан қарапайым. Асқазанымыз бөлікте көрсетілген. Міне үлкен қарын, мес қарын, жұмырқа, ұлтабар бар, қатпашақ қарын бар. Міне 4 бөлімде осы жерде. Толыққан қарай аласыздар. Бұны 8-ші сыныптың биологиясының 76-79-ші беттен нақтылап қарасаңыздар болады. Келесі жаққа. Жалпы жасуша қабырғасының қалыңдығын әркелкі тірі жасушалардан құралған механикалық опа. Бізде жалпы механикалық 3 түрі бар. Міне коленкима, склеренкима және склероид. Міне коленкима туралы ақпаратты білсін, дұрыс жауап коленкима. Бір кейіп болады, ал склеренкима бір текті болады, бірдей болады. Көресіз, сүрек бетінде осы склеренкима құрайды. Ал склероид мен жеке ақпаратты ғалымдардан алған, бұл оқулықтан таппадым шын айтайын. Келесіне кеттік. Келесі рекомбинатты ДНК. Бұл өте оңай. ПТР дейді, яғни ПТР деген бұл жерде алдын ала дайындалған не ғой? Бөлімде ПТР. Бұл рекомбинатты ДНК деген бізде екі бөлімде ДНК-ны қосады, белгілі бір түрлер алуға қосылады. Бұл ақпараттар бізде 11-ші сынып биологиясының 2-ші бөлім 49-ші бетте орналасқан. Келесі жаққа кеттік. Келесі жақ бізде глюкозаның организмге жеткізілістен туындайтын ауру. Жалпы глюкозаның жеткізілістен 2 ауру бар бізде. Міне, яғни жеткізіліс болса ацетоз бен кетоз болады. Жеткізіліс болса, ал егер де тым артық мөлшерде болса, диабет ауруына ұшырайды. Бұл ақпараттар 10-ші сынып жалпы білім беретін, яғни 1-ші бөлім 17-ші бетінде көрсетілген. Мен толыққан ары тағы да құрамын оқуларыңыз алып болады өздеріңіз. Келесі жаққа. Келесі жақ дигидрозиготы ағза типі. Яғни міне өте оңай. Гетерозиготалы деген ол әрине міне. Мысалы үшін бізде ди десем 2 белгі. Иә, мысалы үшін аба. Гетерозиготалы деген міне. Яғни 2 түрде болады. Дигетерозиготалы. Ал гомозиготалы деген бұл яғни мысалы үшін 2А болады, мысалы үшін былай. Немесе былай болады. Но бізде гомозиготалы. Сонда дұрыс жауап бізде гетерозиготалы міне осы болып. Мына жерде толыққан ақпараттар болады. 9-ші сыныптың 152-ші бетінен осы қаралғыларыңызға болады. Келесі жаққа кеттік. Келесі жақ контекст. Бұл контекстпен жұмыс істейміз. Ғалымдар доли атты қозы клон алғанда қолданған дене мүшесі. Сіздер егер де мәтінді қарайтын болсаңыздар, яғни контексттеріңіз өздеріңіз. Мына жерде жазылған. Сүтқоректі жануарлардың ол үшін қой желінің жасушаларын қолданатын. Қой желін деп тұр. Дұрыс жауап бізде желін бұл. Осы контекстке мән беріліңіздер, сол сауатты табасыздар. Келесі сұрақ, жануарларды клондау әдістердің ішіндегі ең табысты әдіс. Бұл тағы да контекстке мәтінге мән береміз. Бұл жерде ең бізді тиімді жазған еді. Жоғары сыныптағы жануарларда клондау әдістердің ішіндегі ең табысты әдіс ядроны көшіру дейді. Егер де мағлұматты дұрыс оқысаңыздар, дұрыс жауап бересіздер. Келесіне кеттік. Келесі сұрақ бізде клондау түрлері. Егер де мәтінге бересіздер толық және ішінара дейді. Толық деген толыққанды организмді қалпына келтіру, міне контексте бар. Плюс бізде қосымша 11-ші сынып 2-ші бөлімінде 56-ші бетте көрсетілген. 2-ші бөлім. Қосымша мәтінде берілген, міне. Яғни толық және ішінара бар. Ішінара деген белгілі мүшесінің ұлпасын ба қалпына келтіру. Келесіне кеттік. Келесі бізде белгілі сөзді 3 нөмірде бейнеленген дейді. Өте оңай. Бұл 3-ші нөмірде яғни мысалы үшін донор мен реципиент алды ғой. Мысалы үшін жұмыртқа жасы енгізілген ядро міне. Осы жоқ қой, мысалы үшін алады да мен көріңіздер мен.
мынаны алып мынаған енгізетін жеке ядро сияқты көрдіңіздер ме осы өте оңай мынау міне доля қою бізде бұл бізде ақпарат 11 сыныптың екінші бөліміндегі 56-шы бетте нұсқада қате кеткен 56-шы бетте орналасқан келесі 6 нөмірін берілген бұл бізде тоже 56-шы бетте орналасқан 6 нөмір міне бұл не яғни пластырмен жасушаға аха ал келесіне кеттік келесіне бізде сәйкестендіріңіз бұл бізде яғни бар рецепторы вестибуль рецепторы бұлар жалпы бізде ақпараттар толыққанды міне көріпсіздер 182-ші бетте 10-шы сыныпта орналасқан егер де қарасаңыздар бар рецепторы қан тамыр жүректе бірыңғай сабылшықты қосудың газ қысымын жүру кезінде ішекте газ жинақтан созылған жауап қайтарады осы ішекте газ жинақтан созылған қайтару мынау бізде мынаған келесі бізде вестибуль рецепторы болса қарасаңыздар міне немесе бас тию кезінде дейді мынау осы екеуі дұрыс жауап болды біз келесіне кеттік басуы гастрол деген өте оңай деп ойлаймын бұл сұрақтар бұл сұрақтар бізде көріп тұрсыздар гастролы бізде көріп тұрсыздар ұрық жапырағының түрлі қабықшаларына пайда болса ол қайта кеткен түрлі қабықшалармен міне гастролы міне ал бластула қайда міне бластула өте оңай өздеріңіз қарауларыңызға болады бұл ақпараттар 8-шы сыныптың 198-ші бетте орналасқан келесіне кеттік сәйкесінше пирамида астаушы өте оңай тоже бұл ақпараттар 8-шы сыныптың 119-120-ші бетте орналасқан бүйрек пирамидасы көріп тұрсыздар міне бүйректің ішкі жағында жіңішке жіпшелер айтып қалды пирамида міне бүйрек астаушылары ол неше бар шартты қуыс ақпараттар 8-шы сыныптың 119-120-ші беттерден қарай аласыздар аха толыққанды кетіппіз ал фотосинтез кезінде онда түсетін заттармен сәйкес және фотосинтез қараңғы және жарық кезеңдерін салыстырдық жалпы монитор жарық және қараңғы фазалары монитор яғни жарық фазасында мынандай міне жарық фазасында мынандай сосын қараңғы фазасында органикалық заттар міне жазылған толыққанды келесіне кеттік ақпараттар міне көпсіздер ақпараттар 11-ші сыныптың биология 1-ші бөлімі 47-55-ші бетте жазылған келесіне органикалық заттар синтездейтін органоидтарды сәйкестендіріңіз нәрөз липидтер бұл әрине бізде эндоплазмалық эпатар міне 10-ші сыныптың 1-ші бөлім 94-ші бетте жазылған міне тегіс эндоплазмалықтар міне көмірсулар мен липидтермен толыққан жазылған значит бізде тегіс ол көмірсул липидтер плюс көмірсулдер плюс болу келесі нәрөзі бұл түйіршікті дейді түйіршікті тұр ғой мысалы үшін жерде жазылған нәрөздар нәрөздар деп түйіршікті келесіне кеттік келесі сұрақ бізде бірыңғай сабылшықта орналасқан хелина рецепторы хелина рецепторы жаңа HM болатын білесіздер жалпы соның ішінде бізде міне бірыңғай бұлшықеттерде орналасқан M3 бірақ жауап қалғандар сәйкес келмейді толыққанды ақпараттарды біз 187-ші беттегі 10-ші бөлімнен қарай аласыздар ары қарай кеттік келесі сұрақ бізде жолын 31 сантиметрде жолының құрылысы артқы және алдыңғы түбірлеріндегі нейрондарды қараңыздар бізде жалпы қозғалтқыш және сезгіш болып табылады міне дұрыс жауаптар осы екеуі міне тұр яғни мысалы үшін қараңыздар алдыңғы түбіріне мына жерде мысалы үшін жерде ол қозғалтқыш мынау артқысы сезгіш болып табылады аха келесіне кеттік ол 170-ші бетте 70-ші сыныпта қарай аласыз ақпараттар адам ағзасы туберкулез ауруынан туралы әрине бұл оңай бұл өте оңай деп ойлаймын бұл дұрыс жауабы бізде әрине қолық таяқшасы келесіне кеттік бұл 24-ші беттен қарай аласыз 241-ші беттен 7-ші сыныптан қарай аласыз келесіне кеттік нуклеик шылан құрамында болатын элементтер жалпымен қараңыздар нуклеик шылан құрамында болатын элементтер бұл бізде 9-ші сыныптың 126-ші беттен қарай аласыздар міне азот сосын фосфор болды міне азот негізінде азот тұр сосын фосфор тұр сосын көміртек пен оттек бар келесіне кеттік
келесі бізде бұршақ тұқымдасының дегибитті сызбасының белгісіне фенотиптер. Жалпы фенотиптерін анықтау өте оңай. Өте оңай. 76-шы беттен қаралса, 8-ші сыныпта өте оңай ғой. Мысалы үшін бізде белгісіз және қайсысы болды? Белгісін шығарсайықшы. Мысалы үшін бізде қараңыздар. Доминантный А белгі бұл бізде қандай? Сары. Рецессивный А жасыл. Жасыл. Үлкен доминантный бұл бізде тегіс. Не бұл бізде? Оdur. Енді бізде белгіні қараңыздар. А, Б, Б. Мынау бізде әрине сары. Сосын сары бұдыр. Сары бұдыр бар ма? Сары бұдыр. Мынау бізде А, Б, Б. Енді келесі бізде мынау үлкен алайық да, бұл жүз сары тегіс болды. Сары тегіс қайда? Сары тегіс бұдыр. Мынау бізде мынаған өтеді. Келесі бізде екі рецессивті А мен үлкен доминантта бұл бізде жасыл тегіс. Жасыл тегіс қайда? Сонда мен дұрыс жауап осы. Сосын осы. Келесіне кет. Жалпы тыңдағандарыңызға рахмет. Каналыма лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бұл менің жұмысыма көмектеседі. Рахмет. Келесі бейне баянда